Құрметті әріптестер, биыл қазақ поэзиясының жүрегіне айналған Мұқағали Мақатаевтың туылғанына 95 жыл толып отыр. Осы атаулы датаға орай біз Еңбекші ауылдық кітапханасы Мұқағали мәңгілік үн тақырыбындағы жүрекпен оқы челленджін бастаймыз. Әрқайсымыз ақынның бір өлеңін жүрекпен оқып, өз даусымызбен, өз сезімімізбен жеткізсек, бұл рухани сабақтастықтың жарқын көрінісі болмақ. Сіздерді осы игі бастамаға белсене қатысуға шақыра отырып, челленджді Панфилов аудандық кітапханасы және Үлкен Шыған ауылдық кітапханасына жолдаймыз. Өмір сүрейік алмасып, жапырақ жүрек, жас қайың, жанымды айырбастайын. Сен адам бола бастасаң, мен қайың бола бастайын. Келсесің бе, жас қайың? Көрінер мүмкін күн керісі, өміріңді маған бір берші. Дүрбелең мына дүниені адам көзімен бір көрші. Қайың боп менде бағайын, орманнан орын табайын. Беймәлім маған өмірге, қайың көзімен қарайын. Сен дағы жерден нәр алдың, мен дағы жерден нәр алдым. Біреуден сен де жаралдың, біреуден мен де жаралдым. Тілі жоқ жанды қайың сен, айырмашылығым адаммын. Мендегі бары бір жүрек, беріпті жүрек саған мың. Сондықтан ұзақ жасайсың, құрдасы келер заманның. Бар жоғы менде бір жүрек, ол өлсе мәңгі кеткенім. Сендегі семсе мың жүрек, келгенде жасыл көктемің. Тірілер қайта дүркіреп. Жапырақ жүрек жас қайың, жанымызды айырбастайық. Адам боп тұрсаң қасқайып, қайың боп тұрам қасқайып. Тәуекел айырбастайық. Өмірге өмір жалғасып, анамыз жерге жармасып, бірде адам, бірде қайың болып, сүрейік өмір алмасып.